Қазақтың көрнекті жазушысы, драматург, публицист, қазақ әдебиетінің қалыптастырушыларының бірі Жүсіпбек Аймауытов. Туып өскен жері Павлодар облысының Баянауыл ауданына қарасты бұрынғы Қызылту, қазіргі Жүсіпбек Аймауытов ауылы. Әкесі Аймауыт арғы аталары Дәндебай мен Қуан атақты абыройлы, бай, ел арасында бірлікті кісілер болған. Жүсіпбек жастайынан арабша хаттану оқып үйренген. 1911 жыл аралығында ауылда мұғалім болып істейді. 1914 жылы Семейдегі оқытушылар семинариясына қабылданады. Оны 1918 жылы аяқтап шығады. Мұнан соң Алаш Орданың істеріне араласып, Семейде Абай журналын шығарысып, көптеген ұлы адамдармен танысады. Еңбектері туралы айтып кететін болсақ, ең танымал романдарының бірі Ақбілек. Жүсіпбек Аймауытовтың қаламынан туған психологиялық роман. Роман тұңғыш рет 1927 жылы Әйел теңдігі журналында жарияланады. Қысқаша мазмұндап айтып кететін болсақ, Ақбілек романындағы барлық оқиғалар тікелей өмірден алынған. Ақбілек романы қазақ ауылындағы дүрбелең жылдар шындығын, олардың дәстүрі мен тұрмысын, жекелеген адамдардың іс-әрекеттері мен қарым-қатынастарын, әсіресе басты кейіпкер Ақбілектің қасіретке толы өмірі